мен рекламный аккаунттар көптеп ашып аламыз, сол бойынша жұмыс жасаймыз, яғни рекламамызды шығарамыз. Мен осы мына жерде бізде 5 рекламный аккаунт тұр, екеуі оплачено, отключено или не погашено деп тұр ғой, солар менде блокта тұр, ал қалғандары ол ашық. Блокта тұрғандарды ашып алуымыз керек болады. Енді қараңыздар, реклама шығарамыз, ол жерден көк создать деген кнопканы басамыз и бізде цель таңдаймыз. Цель таңдаған кезде бірінші Instagram аккаунттарымызды таңдап аламыз, осы жерден жалғанған Instagram аккаунтымызды. Так, қараңыздар, мына жерде біз мынау менде жалғанып тұр, өзімнің Instagram аккаунтыма. Сонымен реклама шығарамыз. Көбінде трафик сайта деген цельмен жұмыс жасаймыз. Осыны басамыз. Басқаннан кейін бізде бұл жерде макетіміз таңдау керек.